Сәлем, қайырлы кеш бәріңізге. Жаңадан тіркелген адамдарға қалай ерекше алғысымды білдірем. Мынау кім, қайдағы миллион деп елдің бәрі неше түрлі сұрап жатыр. Мен түсінгенім жалпы өзімнің басымнан өткен дүниені айтуды жөн көрдім. Ол бірінші мәселе. Екіншіден, енді шыны керек, осы жылдың басында жаңадан келген тіркелушілер білмейді әрине. Бұрыннан бері келе жатқан менің инстаграм оқырмандарым жылдың басында, яғни желтоқсанның соңында, 2018 аяғы, 2019 басынан бері баспаналы болайық деп мен осындай ұран сияқты бастадым да, бәріміз баспаналы болайық, әр қазаққа баспана бұйырсын деп, өзім тұрғын үй құрылыс жинақ банкін, 7-20-25-ті, баспана хитті, орданы, одан кейін нұрлы жер, свой дом, бәрін бүге-шүгесіне дейін зерттегеннен кейін осындай халыққа дүние, пайдалы дүние болсын деп өзім мастер-класстарды бастап кеттім. Енді қараңыздар, сол мастер-класстың арқасында мен Астанада 2 рет мастер-класс өткіздім, Алматыда 2 рет, Шымкент қаласында, енді міне 9 ақпанда Қарағандыда мастер-класс өтеді, Ақтауда өтеді, 16 ақпан, 17 ақпан Атырауда өтеді. Жалпы менің түсінгенім, бұл жерде халықты баспанадан да бұрын нәрсе халыққа ақша жинауды үйрету керек екен. Халыққа ақшаны тиімді пайдалану, тиімді жұмсау, айналып келген кезде бұның барлығы қаржылық сауаттылықты арттыру екен, менің түсінгенім бойынша. Ол қаржылық сауаттылығымыз артпай, біздің тапқан, таянған тиынымыздың да ешқандай пайдасы жоқ, ешқандай несі жоқ, пайдасын көрмейді екенбіз. Енді көбінде үйді білесіздер, үй алу оңай шаруа емес, 20% жинақталу керек, минимальный взнос 20%. Мысалға, Астанада 10 миллион деп айтқан өзінде, бір комната Астананың үйде 10 миллион жоқ, енді сөзге ыңғайлы болғаннан кейін мен 10 миллионды айтам. 10 миллионның үйін алу үшін де сіз 2 миллион жинақтау керексіз. Бірақ кейбіреулер айтады, 2 миллионды қалай жинайым дейді. 2 миллион бүгінгі тақырыпқа келем, Мадина, жаза бермеңіздерші, тыңдаңыздар одан да. Ақшаға қалай жинайым дейді. Айналып келген кезде менің ең түсінген дүнием, мына қазірде жұмыс істеп отқан адамдар болса, отырған адамдар, немесе жұмыс істемей бос жүрген адамдар болса, қосымша кәсіп бастау керек. Қосымша кәсіптің көзін табу керексіздер. Соңда бұл жерде айтайын дегенім, қосымша кәсіптің негізгі көзі өзіңіз жеке кәсіпкер болып тіркелу керексіздер. Яғни ИП деп атайды, мен өткенде де айттым. Неге? Өйткені елдің бәрінде доход жетпей жатыр. Мен елдің бәрін айтып жатырмын, үйді аласыз, бүйтесіз, сөйтесіз деймін, бірақ банкке барады, отказ шығады. Неге? Өйткені ешқандай доходы жоқ, немесе доходы аз. Ал енді доходты негізгі бір көбейтудің жолы, бұл өзін жеке кәсіпкер ретінде көрсету, жеке кәсіпкер ретінде пайдалану. Так, комментарийді қалай өшірем, тоқтаңыздар. Скрит комментарий, тоқтан. Мен мана соткынан, все, таптым қазір. Комментарийді өшіре тұрайын, содан кейін нетесіздер. Выключить комментарий. Айналып келген кезде осының барлығы кәсіптен бастау алады. Бәріңіз жеке кәсіпкер болуға шақырам. Енді ол ИП ашудың ешқандай қорқынышты түгі жоқ. ИП ашу шамамен бір 15 минут уақыт алатын шығар. Өзіңіздің ЕЦП-іңіз болса болды, ЕЦП-ны сондан аласыз. egov.kz сайтында, яғни арнайы бөлім, салық деген бөлімі бар. Содан кейін трудовые отношения деген орысшадан айтып жатыр. Мен сондай бөлімдер арқылы ИП ашуға мүмкіндіктеріңіз бар. ИП-ны бір 15 минут ашасыз. ИП-ның да негізгі қызметтерін таңдайсыз. Негізгі 3 қызмет таңдауға болады. Но көбінесе универсальный жүретін основном услуги деген қызметі. Сонымен қатар ИП-ның негізгі 3 түрі бар. Ол патент бағытында, патент бағытында, одан кейін общий установленный режим, одан кейін жаңағындай нет, тоқтаңыздар, патент бар, общий установленный режим, упрощенка бар.
Енді көбінесе упрощенка ол тиімді. Неге? Өйткені сіздер 6 айдың бұрын 6 ай сайын отчет тапсырып отыратынсыздар. Қазірде де мысалға полугодие деп бөлген ғой, сол кезде отчет тапсыруға ыңғайлы. Ал патент болатын болса, сіздер алдын ала тапсырасыздар және де доходты алдын ала көрсетесіздер. Ол оған қарағанда менікі жаңағы айтқан патенттің түрі ыңғайлы. Яғни упрощенка. Бұл жердегі дүниені неге мен айтып отырмын, патентке қарай әкеп отырмын. Мен кезінде өзімізде жұбайыма патент аштық, яғни жеке кәсіпкер болып тіркелдік. Сіздер білесіздер, бізде Инстаграмда алтын сапа деген логин бар, яғни полотенце, вышивкамен айналысатын. Сөйтіп біз отчетін енді минималка тапсырып жүрдік, шыны керек. Ал соңына таман бірінші балада біз қазір мен мысалмен келтірем, мына жерде қарасаңыздар, міне мен түсіндірейін да, қараңыздар, бағана елдер сұрап атыр, өтірік дейді, бірден не дейді, ішім күйіп кетеді, комментарийларды оқып та, қайда жазылды, қай бап, основном еңбек кодексінің 193 бабында көрсетілген. Мысалға, әйелдерді қараңыздар, 30-шы аптада декретке кете алады, сосын 28-ші аптада декретке шыға алады. Бұл жердегі дүние 28-ші аптада не үшін декретке шығады? Яғни сіз ішіңізде 2 немесе одан да көп балалар болатын болса, сонымен қатар экологиялық аймақ, нашар аймақта тұрған жағдайда декретке шығу мүмкіндігіңіз бар. Енді қараңыздар, сізде данный момент қазір ешқандай жұмыс жоқ. Ешқандай жерде жұмыс істемейсіз. Елдің бәрі жазады, ойбай, үйде отырып сонда қалай миллион табуға болады деп. Үйде отырып та, менің әйелім үйде отырып, бірінші баламен үйде отырып та осы нәрсені біз істеді. Сол нәрсені мен сіздерге көрсеткім келіп жатыр. Қараңыздар, қазіргі кезде егер де сіз ешқандай жұмыс істемейтін болсаңыз, бала тапқан жағдайда биыл 2019 жылы 38 МРП, бұл заңмен бекітілген МРП саны. Биыл білесіздер, Қазақстан Республикасында бір айлық есептік көрсеткіш 25-25, яғни 2525 теңгеге тең. Сөйтіп, 38 МРП-ны біз 2525-ке көбейткен жағдайда 95950 теңге ол бір реттік жәрдемақыны аласыздар. То есть, бала туылған кезде мемлекеттің беретіні бұл міне 95950 теңге. Және де бұл жерде ескертетін жағдай 1 және 3 бала болатын болса, егер де сіз 4-ші немесе 5-ші баланы туғалы жатқан кезде, биыл сіз 159.000 теңгені аласыздар. Түсініп отырсыздар ма? Енді сіз осы уақытқа дейін ешқай жерде жұмыс істемегенсіз, үйде отырсыз, Инстаграмда комментарий жазасыз, Инстаграмға кіресіз, YouTube көресіз, сериал көресіз, басқа жұмысыңыз жоқ сіздің. Сол кезде сіз бір баланы туғалы жатсаңыз, 576 МРП. Бұл МРП-ның барлығы мемлекет бекітілген МРП. 576 МРП-мен сіз егерде бірінші балаға, балаңыз 1 жасқа толғанға дейін 14544 теңге алып өтесіз. Ол менің өзімнің бірінші баламда сондай болды. Өйткені бірінші балада біз білмедік, тоже қалай айтсам екен, ізденбедік те, әйтеуір біреуден еститінбіз, дорадауай алдық, бүйттік, сөйттік деп ізденбедік. Біз тура осылай, ол кезде енді тура 38 МРП, бірақ 2016 жылғы МРП мына суммадан кішкене азырақ болды. 2000 бір нәрсе теңге болды, нақты санын ұмытып тұрмын. Ол біз өкіметтен 81 нәрсені алдық. Биыл міне алатын сумма 95 мың. Ал егер де сіз екінші баланы ешқандай жұмыс істемейсіз, екінші баланы дүниеге әкелген жағдайда, балаңыз 1 жасқа толғанға дейін 12 ай бойы 17195 теңгені аласыз. Үшінші бала 19821, 4-ші және 5-ші баладан ары қарай 4, 5, 6, 7-ші баладан бастап 8,9 МРП, яғни сіз 22473 теңге алып отырасыз. Егер де сіз ешқандай жұмыс істемесеңіз, сіздің алатын жолыңыз, бағытыңыз мынау. Ал егер де сіз бағына біреуге жаздым, біреуге емес, общий комментарийма жаздым, баланы есеппен де туу керек деген. Біреу жазды, ойбай, Құдай беріп атса, соны туа бермейсің бе? Сонда сен бірдеңе баланы есеппен туу деген, бұл жердегі сөйлемді де дұрыс түсіну керек. Баланы есеппен туу деген, мына дүние. Сіз жарайды, ішіңізге бала кіргенін білетін шығарсыз да, 1-ші апта, 2-ші апта, 3-ші апта. Сол кезде уже ары қарай сіз есептейсіз. Мынандай жол. Яғни қараңыздар, сізде кәсіп ашып, жаңағы айтқандай мен
любой нәрсе, кәсіпті бастап, мен всегда айтамын, кәсіпті сіз инстаграмда сауданы бастаңыз, бір нәрсе сатыңыз, елдің бәрі инстаграмда отырады. Маған ол тіркелген прямой эфирдің барлығы осы инстаграмнан естіп келді ғой, көшеден, столовойдан ешкім мені естіп кірген жоқ, бұл менің парақшама. Осының барлығы келді. Енді қараңыздар, сіз индивидуальный, жеке кәсіпкер болып тіркелесіздер. Бағына айтқан упрощенный вариантпен сіздер кәсіпкер болып тіркелдіңіздер. Ал егер де қараңыздар, сіздің жеке кәсібіңіз бар, сіз налоговыйдан отчет тапсырасыз. Бұл менің айтып отқаным ешқандай жұмысы жоқ адамдарға қатысты. Егер де сіздер мектепте мұғалім болуы мүмкін, балабақшада жұмыс істеуіңіз мүмкін, басқа да салада қызмет атқаруларыңыз мүмкін, сіз қосымша кәсіп аша аласыз. Сіз де қосымша заң бойынша ИП аша аласыз. Сөйтіп, қосымша табыс көзімен айналысуға ол заңмен рұқсат етілген. Тек қана мемлекеттік қызметкерлер ғана өзінің кәсіпкерлік полномочиясын басқа біреуге ғана береді. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлерге келген кезде кәсіп ашу жағы осындай дүниесі бар. Ал қалған кез келген санаттағы адамдар кәсіп ашуға құқылы. Яғни кәсіп ашқан кезде не істейсіздер? Сіздер бірінші кезекте бағанағы айтқан соңынан ЭЦП-ны аласыздар. ЭЦП алу тегін, кәсіпкер болу, ашу да тегін. Біреулер жазады, ойбай, осы ИП ашу бір нәрсе өте жабу да қиын дейді. Мен айтам, сізде ИП бар ма десем, жоқ дейді. Сонда ИП-сы болмай жатып, ИП ашпай жатып, оны қайдан біледі? Мен вообще біреуден әңгімені естиді, сосын жүреді. Ешқандай қиындығы жоқ, ешқандай қиын шаруа емес. Ары кетсе 15 минут, 20 минуттың шаруасы, главный компьютерда, ноутбукта нені басу керек екенін білсеңіз болды. Сол кезде мен бағанағы айтқан, как менің кеңесім ретінде упрощенный вариант, упрощенный түрді белгілейсіздер. Және де сол кезде сіз мысалға өзіңіз баланы жоспарлап жүрсіз да, алдағы уақытта, немесе дәл қазір сізде зачатие дейді ғой, бірінші апта, екінші апта, немесе бірінші, екінші ай бола бастады. Сол кезде егер сізде ИП жоқ болса, қосымша бір кәсіптің көзін бастап, сонымен қатар ол кезде отчет тапсырған кезде максималды түрде отчетты тапсырған абзал деп ойлаймын. Өйткені оның негізгі пайдасын қазір есептеп көреміздер. Қараңыздар, егер де сіз бағана мен специально жаздым постқа не деп, болашақ аналарға деп, болашақ ана болғысы келетін жандарға. Қазір уже көбі жазады, менің балам 3 айлық туып қойдым, 9 айлық, 10 айлық, балам 2 жаста, 3 жаста, мен ала аламын ба деп, өкінішке қарай ала алмайсыздар. Ал енді міне жас отбасыларға, жас аналарға болатын дүниелерге ИП ашып та, кәсіпті бастап, өзіңіздің отчетыңызды тапсырып, бағанағы айтқан сумманы біз қазір осы жерде есептеп көреміз. Қараңыздар, бұл жерде негізгі дүние, опять біздің сүйенетініміз еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. Бұл жердегі негізгі коэффициент, міне баланы 30 күнмен есептеген кезде 4,2 коэффициент есептелінеді. Бұл кәдімгі заңмен бекітіліп қойған коэффициент 4,2. Ол сіздің табысыңызға байланысты. Одан кейін, егер де сіз егіз туған жағдайда, немесе ауыр босанған жағдайда дейді ғой, ол кезде коэффициент 5,7 мен 6,1 болып бекітілген. Енді бұл коэффициентті не үшін керек? Қараңыздар, егер де сіз білесіздер, мына жерде тағы бір айтатын дүние, МЗП, минимальная заработная плата. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы ең минималды зарплата көрсеткіші 42.500 теңге. Ал 2019 жылы бұл қателеспесем 28.280 теңге болды. Көрдіңіздер, ол өсті. Енді қараңыздар, сіздер осы арқылы жаңағындай отчет тапсырасыздар. Налоговыйда, міне январь айы, февраль ай сайын тапсырып отырасыздар. Февраль айы, март айы. Сіз өзіңіздің доходыңызға сай максимум доход көрсетілетін мына суммадан жаңағы декретный есептелінетін 10 МЗП. Яғни сіздің максимум доходыңыз 10 МЗП емес, кешірім сұраймын, социальный налог қазіргі кезде 7 МЗП-мен есептелді. Сондықтан сіздердің айлық көрсеткіштерін бұл жерде декретныйдың максимум алудың жолы 10 МЗП-міз 7 МЗП қылдап көрсетесіздер. Яғни 7 МЗП-ға көбейткен кезде сіздердің бір айлық табысыңыз 297.500 теңге қылдап
көрсетуге максимум мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни мемлекет беретін тараптан жаңағы айтқан соманы алудың негізгі жолы осы. Енді ары қарай қараңыздар. Бірақ сіздің доходыңыз мынандай емес. Қанша шырылдасаңыз да, пырылдасаңыз да мындай болмауы мүмкін. Сіздің доходыңыз, допустим, 100 мың. Немесе 200 мың деген сияқты әр адамның. Но бұл жердегі максимум көрсетілетін доход 297.500 теңге. Кезінде емес, былтыр менің жантөрем дүниеге келген уақытта менің көрсеткен доходым 282.800 теңге. Яғни 10 МЗП болатын. А қазір зарплата өскеннен кейін бұны 7 МЗП мен теңестірілді, яғни декретке. Түсінікті ғой. Сондықтан менің өзімнің біздің алтын сапаға келіп жатқан доходымыз осылай деп көрсеттім. Бірақ бұның өзіндік несі бар. Қараңыздар, осы жерде сіз ай сайын бұл жерден социальный отчисление аударасыз 3,5%. Одан кейін жаңа қосылды медициналық сақтандыру қосылды. Осы неме социальный налог бар. Одан бөлек ең негізгі дүние пенсионка бар. Бұл жерде 29.750 теңге пенсионканы аударуымыз керек. Біреулер жазады, ойбай, сол пенсионканы береміз ба, бір нәрсе ана-мынау дейді, ойбай құрсын дейді. Айналып келген кезде бұл өзіңізге пайдалы ғой. Пенсионканы беріңіз, 29.750-ден да максимум беретін сомаңыз пенсионканы аударасыз. И соответственно ертең күні кемпір болғанда, шал болған кезде жыламайсыз, өкіметке ренжімейсіз айналып келген кезде. Түсініп отырсыз ба? Бұның ақшаның барлығы сіздің қорыңызда. Ертең күні сіз пенсияға шыққан кезде бұның барлығы айналып келгенде оборот болады. Медицинский страхованияға да шамамен 6.000 по-моему бір нәрсе теңге төлейміз. Ол да айналып келген кезде сіздің денсаулығыңызға керек дүние. Әрине, бұл сақтандыруды біз енді дамытып жатыр, Біртанов мырза министрліктен да. Но бұл бүкіл дамыған елдерде бар дүние. Біз қайта 2 МРП ғана шамамен береміз зарплатаның, то есть доходтан да, по-моему. А шетелдерде ол вообще 10%-ға дейін, 7%-ға дейін үлкен суммаға айналады. Сондықтан да оның барлығы айналып келген кезде өзін үшін. Ал енді мына пенсионка өзін үшін, одан бөлек мен мына баспаналы болды, елдерге мастер-класс өткізген кезде, прямой эфирді айтам, консультация берген кезде көбінде доход жетпей жатады. Айналайын, міне мынаның барлығын по максимум өткіз, міне 29.750-ден. Біреулер айтады, ойбай, мынандай ақшаны қайдан табам дейді. Ақшаңыз мүлдем жоқ па? Жаңағы айтқан, мен айттым ғой, кәсіп бастайсыз, кәсіптен жинауды бастаңыз. Кәсібіңіз жүрмей жатыр ма? Тіпті иногда придется ақшаны біреуден сұрауға. Менің өзімде бұны дәл осындай 28.280 максимум көрсеткен кезде 300 мың теңгеде жетпей қалды. 300 мың теңге жетпегеннен кейін мен сұрадым. Сосын кейін мынаның барлығын алғаннан кейін 300 мың теңгемді қайтарып бердім. Сондайда да әрекет жасау керек. Әрекетке берекет деп мен үнемі айтам. А не так отырып Инстаграмда атап комментарий атысып, ешқайда шықпай жатып, соңға бармай жатып, КЦВП-ға бармай жатып, налоговыйға бармай жатып, ойбай ИП ашу қиын екен, ИП жабу қиын екен деп бос әңгіме айтудың қажеті жоқ. Еңбек ету керек, адам әрекет ету керек. Енді қараңыздар, допустим, сіз жаңағы биылдан бастап, бұйырса, тууды жоспарлап жүрсіз. Мен бұл жердегі дүниені алдағы уақытта туатын адамдарға айтам. Ал уже ішінде 1 айлық, 2 айлық адамдар, соответственно, олардың да алатын несі азырақ болады. Мен бағына постында жаздым да, по-моему, 1.200.000-ге дейін деп кетті жаңағы әрбір парақша барлығы репост жасап, рахмет репост жасағандарыңызға. Енді қараңыздар, 2000 мына жерде 297.500 деймін. Соответственно, мен егерде қазірден бастап осындай дүние алғым келеді, өзім кәсіппен айналысып, табысымды осынша қылдап көрсетем, ай сайын жаңағы айтқан пенсионка бәрін аударам, бәрін медицинский страхование, социальное отчисление 3,5%, соның барлығын берем деген кезде сіздер шамамен, допустим, 12 ай капит етесіз. 12 ай. Бұл жердегі доход 12 айға есептелінеді. Енді бұны 12 айға бөліп, көбейтіп, сол 12 айдың арифметикалық ортасын шыққанда енді бәрібір 297.500 теңге шығады. Түсініп отырсыздар ма? Ал егерде жаңағы біреулер бар, уже ішінде баласы бар, ИП арқылы жаңағы өзі жеке кәсіп бастайтын болса, ол адам 12 ай ақша салмауы мүмкін, 6 ай ақша салуы мүмкін, 7 ай ақша салуы мүмкін, немесе
8 ай салуы мүмкін, сол кезде ол мынаған 8-ге, мысалға жаңағы айтқан 8-ге көбейтіліп 12-ге бөлінеді. Ол кезде уже мына жерде 297 мың деген сумма шықпайды, шамамен 200 шығуы мүмкін, әркімді арқалайды, 180 мың шығуы мүмкін. Менің есептейтінім максимум ақша алудың жолын айтып жатырмын мен сіздерге. 297 мың 500 теңге 12 айға біз көбейтеміз. И бағанағы айтқан коэффициент, міне, мен не үшін бұл коэффициентті айттым? Бұл жерде сіздің жаңағы декретныйға есептелінетін уақыт 4,2 коэффициентке көбейтіледі. Сіздің орташа доходыңыз, қараңыз, 297 мың 500-ді көбейтеміз 4,2-ге. Так, 200 қазір мен көбейтейін. Ақша алғыңыз келе ма? Еңбек ету керек, әрекет ету керек. Отырып ап, ештеңе жоқ, ештеңе әрекетке берекет. Міне қараңыздар, 297 мың 500-ден сіз 12 ай бойы доходыңызды көбейтіп жасаған кезде сізге берілетін ақша 1 миллион 249 мың 500 теңге. Көрдіңіздер ғой, мен бағана айтқаным 1,2 миллион асатын сумма. Енді қараңыздар, сіз бұдан алып тастайық, 10% налог алынып қалады. Қараңыз, 1 миллион 124 мың 550. Жаңағы 10% бәрібір сізге ол өкіметтің қалтасына кетпейді. Ол сіздің болашақ пенсияңыз, пенсияға кетеді мына жердегі 10%. Оны да дұрыс түсіну керек. Түсініп отырсыздар ма? Енді қараңыздар, сіз 1 миллион 124 мың 500 алдыңыз. Оған қосамыз біз, нені қосамыз? Бағанағы айтқан 95 мың 950 теңге. Бұл міне сіздің родовойыңыз болып тұр. Міне, егер де мынандай жолмен баратын болсаңыз, 95 мың 950 теңге ол мемлекеттің беретін ақшасы. Және де үшінші кезекте сіз мына сомадан бағана біз коэффициент есептедік. Орташа 12 ай, 4,2, ал енді бір жасқа дейін есептелген кезде сіздің доходыңыз 24 ай есептелінеді. Ал енді сіз қараңыз, бірақ міне қазір енді біз кішкене қазақтар действовать еткенде ғана әрекет етеміз де, көп жағдайда. Міне, ойбай, туылғалы жатырмын, бүйтіп жатырмын дегенде не істейміз? Сол кезде ғана әрекет етеміз. Ал енді сіз кішкене ұзақ мерзімді бұл нәрсені жоспарлайтын болсаңыз, әрине сіздің алатын да табысыңыз бұдан жоғарырақ болады. Неге оны айтып отырмын? Сіз қазіргі жағдайда 297-де 500 теңге ғой сіздің орташа айлық табысыңыз, ол 12 айға. Ал енді қараңыз, сіздің табысыңыз 12 айға емес, уже 24 айға бөлінген жағдайда сізде 148 мың 750 теңге болып есептелінеді. Бұның бағана көрсеткен коэффициент 0,04-ге көбейеді. Яғни бұл тоже 0,04 заңмен бекітілген дүние. Енді қараңыз, сіздің 24 айдағы табысыңыз 148 мың 750 теңгені біз көбейтеміз 0,04-ге. Получается, сіз дәл осы жолмен, мен көрсеткен жолмен балаңыз бір жасқа дейін 59 мың 500 теңге ақша ала аласыз. 59 мың 500 теңге ақша аласыз. Енді бұның бәрін сіз есептеп көрейік. Бағана біреу жазады, ой, мына өкіметке беретін пенсионкам бар, анаған бар, мынаған бар, одан бергеннен ештеңе істемей қойған артық деп айтып жатыр да. Ондайда комментарий оқып отырмын. Бұл жерде сіздің ұтатыныңыз 2 есе ұтасыз, 1-ге 1 ұтасыз. Неге оны айтып отырмын? Қараңыз, сіз 1 миллион 124 мыңды бір алдыңыз, қараңыз. 1 миллион 124 мың 550, оған қосамын 95 950, бұл өкіметтің беретін ақшасы, мемлекеттің кәдімгі 38 МРП-мен есептеген бір балаға деп есептелген. Бірінші балаға, екінші балаға, үшінші бала, 4-тен бастап қоймайым көбейді. Одан кейін мына жерден жаңағы 24 айлық доходтан баланың коэффициент 0,4-ке көбейткен кезде 59 мың 500 шықты. Қараңыз, 1 миллион 220 мың, 1 миллион 220 мың 500 теңге дейік. И плюс 59 мың 500 балаңыз сіздің бір жасқа дейін алады. Бір жасқа дейін сіз 714 мың аласыз. 714 мың теңге. Енді қараңызшы, мынаның барлығын қосқан кезде 1 миллион 934 мың 500 теңге. 1 миллион 934 мың 500 теңге. Ал сіз бағанағы берген пенсионкаңыз бар, одан кейін соцналог бар, ана мынау бар,
айналып келген кезде так шамамен бір 800 мың теңгедей бересіз. 800-ге жетер жетпес мың ақша бересіз. Енді қараңыз, сіз бұл әрекетті жасап, өкіметке емес, точнее сіздің болашақна пенсионка, медстрахование беру арқылы шамамен сіз 800 мыңға жетер жетпес ақшаны экономдадыңыз, ал өкіметтен сіз алдыңыз осынша теңгені 1.934.500 теңге алдыңыз. Түсініп отырсыздар ма? Ендігі кезек бұл 12 айға. Мен айттым ғой, егер де сіз болашағыңызды ойлап, мына 24 ай бойы сіз доходыңызды мүлдем күшті көрсететін болсаңыз, ол жерде мынау сумма 24-ке, то есть 24 айға есептелінеді. Ол кезде сіз 297.500 емес, қазір айтам. Жоқ, түсірмей қой. 297.500 көбейтілген 0,4 коэффициент. Получается, балаңыз бір жасқа толғанға дейін алынатын сумма міне 119 мың теңге. Бұл қарапайым математика, қарапайым арифметика. Ал енді сіз үйде отырып алып, ештеңе істемей, ананы жамандап, мынаны жамандап отырсаңыз түк ала алмайсыз. Тіпті мына жерде сіз біреуден 800 мыңға дейін қарыз алдыңыз да, мысалға. Немесе жаңа айттым ғой, мен кәсіп ашасыз, кәсібіңізді дөңгелетесіз, саудамен бастап кетсеңіз болды, по-любому сіз мына жерде доходы барлығы шығып отырады. Сіз мына жерде жоқ дегенде 1 миллионнан артық ақша алып отырсыз. 1 миллионнан артық алған ақша жаңағы баспана алуға болсын, кішкене болсын көмегін тигізеді деп ойлаймын. Бұл айналып келген кезде қаржылық сауаттылық. Мен де бұл нәрсені білген жоқпын. Мен, қараңыздар, бізді не істеді? Семьямызбен, главный әйтеуір алтын сапа деп ипіміз бар біздің. Осы нәрсені оқиым интернеттен, как это так, ана мынау сұрайым, 14-14 соңға хабарласам, олар былай дейді, әркім әртүрлі былай айтады, әркім әртүрлі айтады, шыны керек. Сонда мына жерде міне налоговый, мына жерде міне ГЦВП бар, мына жерде ЦОМ бар. Сенесіздер ма? Осы дүниені менің екінші балам дүниеге келіп, өзіміздің кәсібімізбен жаңағы отчетты барлығын тапсырып, мына бір формуланың бәрін түсініп, бәрін есептету үшін, міне, мына үш жердің арасында шамамен 6 ай уақытымыз өтті ғой, міне. ЦОН, ГЦВП, налоговый. Налоговыйға барасын, ГЦВП-ға лақтырады, ГЦВП-ға барасын. Онда мына қағазды ЦОНнан алып кел дейді, ЦОНға барасын, сен налоговыйға бар. В общем, не істейді? Осының айналасында 6 ай уақытымыз кетті. Бірақ уақытымыз зая кеткен жоқ. Оның барлығы айналып келген кезде жаңағы мемлекеттің әлеуметтік жәрдемақылар деген, по-моему, заныма сол жерде осы дүниенің барлығы айтылған. Ал енді бұның барлығы интернетте біреулер бар ғой дейді. Бар, интернетте бар. Түсінбей жатқан адамдар үшін арналады. Түсініп, сіз ақылды болып, бәрін біліп тұрсаңыз, әрине, бұл прямой эфирді көрудің де қажеті жоқ, менің парақшама тіркелудің де қажеті жоқ. Бұл жердегі негізгі дүние менің айтқым келгені қаржылық сауаттылық. Өзіңіз неғұрлым сауатты боласыз, соғұрлым көбірек пайда алуға болады. Түсініп отырсыздар ма? И, соответственно, бірінші балада осылай істедік, мысалға, екінші балада да солай істейсіз, үшінші балада, но имейте в виду, каждый раз минимальный зарплата өсіп отырады. Бұл биылғы зарплата. 2020 жылы мынау бұдан сумма кішкене көбірек болуы мүмкін. Енді бірінші баламда мен жамботамда ештеңке білген жоқпыз. Біз не істедік? Өкіметтің 81 бәле мың теңгесін алдық. Одан кейін ай сайын бала бір жасқа берілетін 11 мың ба, 11 мыңға жетер жетпес ақшаны алдық. Сол кезде бір күні супермаркеттен шықтым да 2 пачка памперс алдық 5500-ден. Сол кезде мен ойландым, ничего себе, как это так? Неужели өкіметтің балаларға беретін дүниесі жоқ? И не істедім? Соның барлығын есептеп зерттей келе, осындай дүниеге, екінші балам менің дүниеге келген кезде, біз шамамен ұлымда мен миллион теңгедей алдық. Тура осындай есеп қисаптың айналасында миллион теңгедей алдық. И плюс өкіметтің 90-ның айналасындағы ақшасын алдық. 1, 2, и үшінші қазір менің ұлым 1 жасқа толғанға дейін
40 мың теңгені алып отырмыз. Ол 40 мың теңге бағана қайдан шықты? Мына жерде мен есептедім ғой, 24 айға, общий 24 айдың доходымен. И, соответственно, уже Лаурада пенсионка да бар, Лаурада ИП да бар. Ертең күні міне баспанаға, там ипотека алуға, немесе кредит алуға заявка берген кезде банк тарапынан отказ шықпайды деп ойлаймын. Неге? Өйткені біз мына дүниенің барлығын отчетты ай сайын уақытымен дұрыс жасап отырдық. Сіздер де сондай дүниеге көшіңіздер деп айтқым келеді. Міне менің түрім осындай десем. Так, комментарийді қалай болса включит комментарий. Ал енді көздеріңіз жетті ма осындай дүние алуға болатынын? Бұл жерде барлығы бар. Просто біреуге жетеді, ол біреуге жете бермейді. Біреу түсінеді, біреу түсіне бермейді. Сондықтан да әрекет етсеңіздер аласыздар. Отырып ап, анау, бір нәрсе болмайтын дүние қайдағы лохотронство бір нәрсе. Мен шамам келгенше, нифига себе, мен шамам келгенше халық сауатты болсын деймін, халық білімді болсын деймін, халық жем болмасыншы деймін. Анау көріп отырсыздар ғой, 5 балалы отбасылар да бар, 4 балалы отбасылар бар, 2 балалы отбасылар бар, кім неше бала болса да бәрінде жүретін система осындай. Түсініп отырсыздар ма? Эфирді мен всегда сақтап қоям деп айтам, бірақ соткым қатып қалады, өйткені объем нема білмеймін. Түсінікті ғой. Интернеттен сіздер бір жыл салсаңыз нормально шығады. Мен және көрсеттім ғой, бір жыл қалай салғанда қанша шығатын, мен бір жылға есептедім. Түсініп отырсыздар ма? ютубқа қалай салам, мен ютуб әзірге каналым жоқ дұрыс. Интернеттен сіздер до родовые, после родовые дегенді түсінсеңіздер, терсеңіздер шығады, но ол жерде вряд ли түсінесіздер. Өйткені айтып отырмын ғой, мен мына бір дүниені түсіну үшін налоговый, Лаура ойлаңызшы, Лаура ішінде баласы бар и жантөре бар. Мен жұмыстамын, күнде эфирдемін да, съемкадамын, неде жүрем. И алатта налоговыйдан шығып ГЦВП-ға бар дейді. Коляскамен сүйретіліп, баламен, іштегі баламен, ол алатта цонға бар дейді. Үшеуі де бір қасында тұрған емес қой, жақын емес, үшеуі үш жақта Астананың да. И не істедік біз? Айналып осыны, но конечный итог біз өзіміздің жаңағы діттеген мақсатымызға жеттік, ол ақшаны алдық. Түсініп отырсыздар ма? Енді қараңыздар, біреулер қанша салу керек пенсионканы, мен айттым ғой, максималды көрсететін сомма міне 297.500 теңгеден шығады. Яғни бұның 10% 29.750 теңге пенсионка саласыздар. Неге? Өйткені ол бәрібір айналып келгенде өзіңіздің болашағыңыз үшін керек. Өзіңіз пенсияға ертең жетесіз, қалай 63-ке толғаныңызды білмей қаласыз. Сол кезде ойбай, өкімет пенсия бермей отыр дейді. 98 жылдан бастап, 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап өкімет бізге пенсионка салмайды. Біз 10%-пен өз болашағымызды өзіміз жасаймыз. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да болашақта өзіміз жасағандықтан пенсионкаға ақша жіберуден қорықпаңыздар. Түсінікті ғой. Енді қараңыздар, так, наурыз жәрдемақы береді. Білмеймін қандай жәрдемақы беріп атқанын, рас емесін мен әзірге білмеймін. Мына жерде бір күшті бір сұрақ қойды. Студент болып дорадовой алуға болады, егерде мен айтқан дүниенің барлығын дұрыс бағытта жасай білсеңіздер. Түсініп отырсыздар ма? Күйеуінің атынан тапсыруға бола ма бір жасқа дейінгі? Бір жасқа дейінгі күйеуіңіздің атыңызға тапсыруға болады, егерде күйеуіңіз доходы жақсы болса. Бірақ биылғы заң бойынша, биыл емес, по-моему, келесі жылғы, өткен жылы пайда болған шыққан заң бойынша күйеуіңіз де уже декретныйға шығып, ол жұмыстан босау керек бір жыл бойы. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да егерде күйеуіңіздің доходы мысалға 300 мың, 295 мың айналасында болса, сіз күйеуіңіздің доходымен, егерде жаңағы күйеуіңіз 24 ай бойы доходы 295 мың 7 МЗП-дан артық болған жағдайда, балаңыз сізде бір жасқа толғанға дейін бағына есептеген максималды сома 119 мың теңгені алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол мүмкіндік бәрінде бар. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан осындай нәрсені айтқым келді. Менің тікелей эфиріме кірген адамдарға үлкен алғысымды білдіремін. Бұның барлығы босанған ата-аналарға емес, уже поздно, босанайын деп жатқандарға емес, мына ішіне бала кірейін деп жатқандарға кішкене пайдасы көбірек. Біреу бағана жазыпты прямой эфирге.
бала туу ол Алланың қалауы, сонда сен есепте дегенді, мен есепте деген дүниенің бәрін міне мына нәрсеге айттым, есеп қисап деген дұрыс. Алла тағала береді, ол баланың беруі Алланың қалауы, бірақ айналып келген кезде жыныстық қатынас ол тәннің қалауы. Мен всегда айтамын, есептеңіздер, есептеңіздер, есептеңіздер деп. Әйтпесе баланы туып алып, мемлекет үшін ешкім бала тумайды. Біреулер жазады, ойбай, сонда мемлекетті кім қорғайды, бір нәрсе. Айналып келген кезде адам баланы ең бірінші кезекте өзі үшін туады, өзі үшін. Одан кейін барып мемлекет үшін тууы мүмкін, мысалға. Сондықтан да осы дүниені ескеріңіздер. Ана жерде вот міне Орынкүл Айбас па, вот көмектесем дейді, түсінбесеңіздер. Бар ғой, мүмкін арамызда ГЦВП, налоговыйда, сонда жұмыс істейтін адамдар бар шығар. Құдай-ау, бәріміз қазақпыз ғой. Мен бала тумайым кеттім шығар. Бәріміз қазақпыз ғой, бір-бірімізге көмектесейік, бір-бірімізге айтайық, тамағыма, осы дүниені бір-бірімізге жеткізейік. Айналып келген кезде немене, қазақ сауатты болсын, қазақ білімді болу керек, қазақ ақылды болу керек. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да осы дүниені мен айтқым келді. Жаңадан келген адамдарға рахмет, мені түсінбей жатқан, мынау кім деп жатқан адамдарға есімім Дәулет Төлеутайұлы. Телевиденияда 9 жылдан 10 жылға жуық журналист болып қызмет атқарам. Осы дүниені бәрін көріп, қазақ білімді болсын, сауатты болсын деген, тіпті именно үйге қатысты дүниені мастер-класты бастап кеттім. Ертең Құдай қаласа Қазақ радиосында сағат 21:00-де тікелей эфирге шығам. Баспана мәселесін көтеремін. Ол жерде де сол көп балалы аналар мәселесі, және де жастарға қатысты мемлекеттік бағдарлама керек екеніңді прямой эфирде айтам деп оқталып тұрмын. Енді тікелей эфир болғандықтан айтып қалуға тырысам. Сағат 21:00-де Қазақ радиосын тыңдаңыздар. Ол пятница күні. Суббота күні мәселе деген программа шығады. Ол жақта уже менен интервью алып алған. Соны да көріңіздер. Түсініп отырсыздар ма? 148.750 теңге қайдан шықты? Ол шықты бағынағы бір жылдық доходты 24 айға бөлген кезде шықты. Яғни сіздің доходыңыз бағана көрсетілді ғой, 297.500 болып, ол 12 айға. Ал енді дәл осы суманы 24 айға. Егер де сіз бұрын жұмыс істеп жүрсеңіз, оның да ақшасы қосылады. Ол кезде уже бір жасқа дейінгі выплата көбірек болуы мүмкін. Мен примерно жолын айттым. Осындай дүниеге жетуге болатынын айттым. Солай. Енді 3640 адам тікелей эфирде отыр екен. Рахмет сіздерге. Бәріңізге Алла разы болсын. Прямой эфирде, Инстаграмда шыны керек бір-бірімізді табалағаннан гөрі бір-бірімізге жақсы сөз айтайық, жылы сөздер айтайық. Одан кейін тағы бір нәрсе сұрайтыным, бүгін пост салам. Біздің бір әріптесіміз, Меруерт есімді әріптесім, бір жаман ауруға шалдықты, енді рак ауруы деп айта берейінші. Сондықтан кішкене болса да Меру Хелп деген парақша, соған бір 100 теңге, 200 теңгелеріңізді берсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Сауап жинайсыздар бірінші кезекте. Екінші кезекте берген садақаның екі дүниеде де қайыры бар. Үшінші кезекте біз бір қазағымыздың, бір қарагөз қызымыздың өмірін алып сақтап қалуға себепші боламыз. Әуелі Алла, екінші біз себепші боламыз. Оны мен ертең әдемілеп салармын постты, Меруерттің қал жағдайын. Уақыт тығыз. Өткенде бір пост салдым. Рахмет сіздерге. 700.000 теңге ақша жиналды. Бірақ Меруерттің еміне шамамен 4-5 миллиондай қаражат керек. Осыны ескерсеңіздер екен. Міне бүгін, по-моему, уже жұма болды, жұмада берген садақаның да өзіндік сауабы мол, еселеп қайтатын айтқым келеді. Ол бір. Енді екінші мәселе, 9 ақпан күні Қарағанды қаласында мастер-класс өткізеді, баспаналы бол. Ақтау қаласында, Атырау қаласында баспаналы бол деп өткізгелі жатырмын 16-17 ақпан күні. Ол үшін менің профилімде Алтынай деген қыздың номері тұр. Соған хабарлассаңыздар болады, соған жазсаңыздар болады. Одан бөлек халық опять баспаналы болсын, білімді болсын, экономикалық, қаржылық, сауатты болсын деп марафон бастадым. WhatsApp группа бар, соған тіркеліңіздер. Және мынау Алтынайдың номері тұр менің профилімде, соған жазыңыздар кез келген уақытта. Ал енді консультация болатын болса, ол баспанаға қатысты менің өзімнің жеке WhatsApp номерім бар. Ал мастер-класстың бағасына келсем, Қарағандыда 5.000 теңге, Атырау, Ақтауда 8.000. Біреулер жазады, Құдай-ау, неге тегін өткізбейсің дейді. Мен тегін өткізем, егер де менің жолымды төлейтін болса. Қыздарымыздың
гонорар ақшасын беретін болса, жататын орынды, сосын ана аренданы барлығын ақшасын төлесе, Құдай ау, тегін ақ өткізем, мида жатқан, ауызда тұрған дүниені неге айтпасқа, неге бөліспеске. Онсыз да мектептер бар, ана мектептерге бардым, олар дайын аудитория дайындап қояды, 10-11 сынып оқушылары, олар да кішкене білім алсын, мотивация алсын деп, оларға да тегін дүние жасап жүрмін. Сондықтан да дұрыс түсініңіздер, тегін дүние болсын деп, баспанаға бағыт айдары деп хабар арнасында рубрика аштым. Мен жаңадан қосылып жатқан адамдарға айтып жатырмын, ТО болса да осы дүние, ИП болса да ТО болса. Просто мен айтқаным, ИП-ға кішкене жеңіл, ИП-ні сіз өзіңіздің атыңыздан любой уақытта аша бересіз, любой уақытта жаба бересіз. Сондықтан осы дүниені ескеріңіздер, түсініп отырсыздар ма? Бұл жерде жаңағы марафонға қатысам дедіңіздер, мастер-классқа қатысам дедіңіздер, немене консультациялар, барлығы Алтынайдың номері тұр, соған хабарлассаңыздар болады. Рахмет бәріңізге, Алла разы болсын. Марафонға қатысам десеңіздер, номер тұр сол жерде, соған жазасыздар. Әрекет етіңіздер, отырып алып, Инстаграмда біреудің артын шұқи беріп, біреуді қазбалай берудің қажеті жоқ. Әрекет ету керек, әрекет ету керек, әрекет. Қазақ жалқау болмау керек. Қазақ еңбекқор болу керек, қазақ білімді болу керек, қазақ бүгінгі күннің 21-ші қазағы сауатты болу керек. Кейбір комментарийді оқып, шыны керек мен күйіп кетем, пісіп кетем, Құдай ау, кезінде мына Абай Құнанбаевты да осылар өстіген екен ғой, қарапайым халық деймді, түсінбейтін халық. Неге? Анау бар ғой Мұхамеджан Тазабековтің сөзінде, қамсыз қазақ қартайтқан ұлы Абайды дейді. Ахмет Байтұрсынов та маса құсап, масадай ызындап кеткен екен ғой. Міржақып Дулатов айтады, оян қазақ дейді. Сонау 20-шы ғасырдың басында жасалған дүние, әлі күнге дейін оян қазақ деп айтқым келеді. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да осы дүние мен айтқым келген. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.